Соңғы жылдары қаламыздың ескі бөлігінде орналасқан Тольятти көшесінде жаңа үйлер қолданысқа берілді. Бұл өз кезегінде қоғамдық көлікке деген сұранысты арттыра түсті. Жаңа қоныс иелерінің бірі Динара Самаева. Ол пәтер кілтін алып бір қуанса, бір аптадан кейін қоғамдық көліктің жоқтығынан баласын уақытында сабаққа жеткізе алмай дал болған. Үшінші автобус таңертең соғады, бірақ кейін одан кейін сағат 9-8-ге дейін ғана кіреді екен, одан кейін уақыт кірмейді екен, өте қиын болып жатыр қатынау. Қалаға баламыз 4-ші мектепке апарам. Сондықтан осы жаққа бір автобус па, бір ыңғайлы болатын штоп керек. Бүгінде Динара сияқты аялдамада маршрут күтетін халықтың қарасы көбейген. Ескі қаланың бұл бөлігіне қоғамдық көлік күніне 2 уақыт қана қатынайтын көрінеді. Ал бұл еңбегінің зейнетін көруі тиіс. Ардагерлер мен ауысымда жұмыс істейтін тұрғындар үшін тиімсіз. Қазір осында 200-дей семья тұрады. Ал енді 200 семьядан бір үйден бір бала сабаққа бару керек, 100 бала мектепке бару керек. Ең жақын мектеп 6 километр. Осыған баладар бір таңертең кешке жаяу жүріп жүр. Сол автобус жүріп тұр. Бірақ та таңертең 3 сағат, кешке 2 сағат. Бардық 30 неше рейс жасайды. Біздің тілегіміз осы автобус постоянно жүріп тұрса. Қоғамдық көлік толық жүрмейтіндіктен аудан тұрғындары жұмыстарына таксимен, ерінбегендері ең жақын деген аялдамаға дейін жаурап жасанып жаяу барады. Ал қоғамдық көлік жүргізушілері белгіленген уақытта бұл ауданға кіретінін, тұрғындардың өздеріне деген қатысты айтқан арыз шағымдарының жөнсіз екенін алға тартып отыр. 5:30-нан 7-ге дейін кіруіміз керек кешкілін. Таңертең 5-те 30-да 35-те кіреміз, 5-те 35-те бастаймын. 27-тегісі біріншісі кірмей кетеді, екіншісі кіреді. Неге? Тольяттиға 8:30-ға дейін кіреміз. Тұрғындардың бағы жанып, жаңа пәтерге қолдары жеткенімен бабы келіспеді. Облыс әкімінің қатысуымен салтанатты түрде кілттер тапсырылды. Бірақ жаңа қоныс иелеріне өмір сүру үшін қолайлы жағдай жасалмаған.